Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Жаңа сабағымызды бастаймыз. Ақсу жабағлы қорығы. Новая тема урока – заповедник Ақсу жабағлы. Жаңа сөздермен танысайық. Познакомимся с новыми словами. Көрікті, красивый. Таудың етегінде, у подножия горы. Ұсынумен, с предложением. Жоғары бағалау, высоко оценить. Марапаттау, награждение. Жазық, плоский. Шың, вершина. Сарқырама, водопад. Аспанмен таласады, спорить с небом. Так говорят о очень высоких горах. Аң аулау, охотиться. Біз бүгін 116-118 беттермен жұмыс жасаймыз. Сегодня на уроке мы будем работать со страницами от 116 до 118. Ал енді оқулықтың 117 бетіндегі 3-ші тапсырмасын ашамыз. 117 страница, 3 задание. Тыңда, мәтінді оқы. Прослушай, прочитай текст. Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі Ақсу жабағлы қорығы. Одно из красивейших мест Казахстана – заповедник Ақсу жабағлы. Қорық Талас алатауының етегінде орналасқан. Заповедник находится у подножия гор Таласского алатау. Бұл қорық 1926 жылы мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың ұсынуымен құрылған. Этот заповедник был основан в 1926 году с предложения государственного деятеля Турара Рыскулова. Қорықтан аң, құс, шөп, гүлдер қорғалады. В заповеднике охраняются животные, птицы, растения и цветы. Қорықта алманың 20 шақты түрі өседі. В заповеднике растут около 20 видов яблок. Олардың бәрі Алматы портының ең жақын туысы. Все они близкие родственники Алматинского порта. Ақсу жабағлы қорығында қызғалдақ пен сарғалдақ өседі. В заповеднике Ақсу жабағлы растут желтые и красные тюльпаны. Қызғалдақтың 6 түрі де алғаш осы қорықта өскен. Все 6 видов тюльпанов вначале произрастали в заповеднике. Грейг қызғалдағын Ақсу жабағлыдан Голландияға апарған. Тюльпан Грейга был вывезен с Ақсу жабағлы в Голландию. Грейг қызғалдағы 1877 жылы Голландияда жоғары бағаланып, дипломмен марапатталған. Тюльпан Грейга в 1877 году был высоко оценен в Голландии и даже награжден дипломом. Содан бері әлемге біздің қызғалдақтың 200-ден астам түрі тараған. С тех пор по миру распространилось более 200 видов наших тюльпанов. Ақсу жабағлыда жазықтар, биік шыңдар, жартастар, таулар бар. В Ақсу жабағлы есть и равнины, и высокие вершины, и скалы, и горы. Өзендер мен сарқырамалар бар. Есть реки и водопады. Көгілдір биік таулар аспанмен таласады. Высокие голубые горы соревнуются с небом, то есть очень высокие горы. Теңіз деңгейінен 3000 биіктікте орналасқан тастарға сурет салынған. На камнях, которые находятся на высоте 3000 метров от уровня моря, сохранились наскальные рисунки. Тастарда жануарлар, аң аулаған ежелгі адамдар бейнеленген. На камнях нарисованы животные, древние люди, которые охотятся на животных. Ал енді оқулықтың 118 бетіндегі 8-ші тапсырманы ашамыз. Открываем в учебнике 118 страницу, 8 задание. Қажетті сөздерді қойып, жаз. Мақтанышы, көрікті, алманың, жақын. Вставьте нужные слова. Нужные слова: мақтанышы, гордость, көрікті, красивый, алманың, яблоко и жақын, близко. Для того, чтобы правильно выполнить это задание, нужно внимательно ознакомиться с текстом. Сначала прослушать его на казахском, на русском, потом прочитать. Первое предложение. Бірінші сөйлем. Ақсу жабағлы қорығы Қазақстанның қандай жерлерінің бірі? Қорықта 20 шақты ненің түрі өседі? Олар Алматы қаласының апортының ең жақын несі?
Осы тапсырманы дәптерімізге жазамыз. Это работа в тетради. Открываем тетрадь, записываем сегодняшнее число, тему урока, 8 задание. Далее с пальчика, то есть оставляя абзац, оставляя место, записываем первое предложение. Вставляем нужное слово. Записываем второе предложение. Находим нужное слово. И третье предложение. Выбираем нужное слово. Присылаем домашнее задание мне на WhatsApp. Мен сіздердің үй жұмыстарыңызды WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізді күтемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.